бүгінгі біздің осы кештің басты қонағы Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Геннадий Геннадьевич Шиповских. Біз Жас отан жастар қанаты Астана қаласының жастар саясаты мәселе жөніндегі басқарманы бірге жасап отырмыз. Енді жалпы айтатын сөз көп, бірақ дегенмен де біздің негізгі қонағымызға сөз бере кетуге рұқсат етіңіздер. Өзім туралы айтатын болсам, Арал ауданы 80 кентіне дүниеге келген. Жалпы қазіргі таңда жасым 26-та. Бірақ дегенмен бір жас құрдас дейді ғой қазақтар. Осы біздің қазіргі таңдағы қазақ елінің тәуелсіздігімен қатарласқан. Заңгер отырып, еңбек жолымды облыстық темір жолдан бастаған болдым. Темір жол болғанда мен қарапайым біздің кезімізде ГПТУ дейтін, қазіргі кәсіптік колледж лицей дейді. Помощник машинист, яғни машинист көмекшісі локомотив атты мамандық бойынша бітірдім. Қазір көптеген жүйрік пойыздар жүріп жатыр. Ол қауіпсіздігін сақтай отырып, жедел уақытта бір пунктке оны халықты жеткізуде. Осының үлкен жетістік. Оның үстіне өздеріңіз білесіздер, біздің қазақ елімізде Жезқазған деген қала бар, облыс бар, Жезқазған деген. Ол Қазақстан темір жол тарихында бұрын ол жерде мүлдем пойыз жүрмеген. Бұл желі іске қосылды. Бұл Бейнеу, Жезқазған атты темір жол желісі іске қосылып, қазіргі таңда бұл жермен халық қатынап жатыр. Онымыз өте үлкен жетістік. Біздің қазақ елімізде 25 жыл болған республикамызға жан-жаққа. Жалпы енді айта кететін болсақ, осы жиналған ағайындар жастар. Әрине, қазірде бәріне белгілі ең жас депутат. Мен бір нәрсе айтайын. Адамға ең бастысы мысалға бастық болу, жоғары лауазымда өмір сүру, басқа жағдай емес, ең бастысы адамға байланысты әрқашан адам болып қалпында. Достар, бұндай кездесулер күнде болмайды. Ешқандай жаңағы бізде шектеу деген нәрсе жоқ. Ашық алаң бізде, ашық кездесу, басқа да сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Геннадий Геннадьевичтің қалай депутат болғанын, ол қай жерден шыққанын білдік. Конференция өте қатты ұнады. Ол өзінің болашаққа осы Қазақстанға деген қалай үлес қосуы туралы айтты. Бүгінгі Геннадий Геннадьевичпен өткен шағын конференция ойдағыдай болды деген ойдан. Бұл кісінің біз көптеген жақсы жақтарын білдік. Бұл ұлы азаматтың ел үшін атқарып жатқан ерен еңбектері туралы білдік. Жас депутаттардың арқасында біздің еліміздің көк байрағы басқа елдерде желбіреп тұрады деген ойдамыз. Біздің болашақ. Ал біздің жастардың дамуы, бұл біздің де болашағымыздың елдің дамуы. Өйткені жаңа осы бүгін өткен кештегі көптеген әсерлер маған өте жылуды жүрегіме орнатты. Себебі қазіргі таңда біз жастарға қарап, мен кәміл сенемін, біздің ертеңгі болашағымыз жарқын болатынына. Депутат болу жайдан жай чиновник болу емес, ол елдің қалаулысы болу. Әрине, бұл жерде жасқа да қарамайды деп ойлаймын. Себебі адамның ақылы, санасы, ойы бәрі түзу болса, және де ол халықтың жағдайын, халықтың игілігі үшін еңбек етуге дайын болса, ол жасқа қарамайды. Сондықтан да мен осындай алдында талпынғаным бар. Мысалға қанша мен жастар орталығымен бірлесіп жұмыс істедік. Жалпы Нұр Отан партиясында белсенді қатыстық. Қазақстан Халық Ассамблеясына белсенді қатысып жұмыс істедік осы бағыттарда. Әрине, және де ең бастысы мен қазақ тілін жеткілікті меңгеруім ең бастысы. Себебі қазақ тілі бұл біздің болашағымыз. Елін менсінбеген, ана тілін менсінбеген адам анадан туылдым деуге хақысы жоқ. Сізбен бірге вообще